Бізді қашанда жасөспірімдер мәселесі толғандырады. Олардың тек оқуы ғана емес, жазғы демалысы да әр кез есте. Өйткені лагерь балалардың ой-өрісін дамытады, денсаулығын нығайтады, тәлім-тәрбиелік рөлі де зор. Жергілікті әкімдік үй биылғы лагерьге 16 миллион бөліп жомарттық танытты. Бұл қаламыздағы Ақ үйдің жастар ісіне көп көңіл бөлетіндігінің дәлелі. Бізде бұл игі істі қолдап Ақсұңқар, Айгөлек, Жасқыран, Гүлдәурен лагерлерінің жұмыс сапасы туралы көрермендерімізге мол мағлұмат берудеміз. Жақында тағы да сол нөмірі 11-ші, 12-ші, 13-ші, 14-ші мектептер қасынан ашылған лагердің Жаңаөзен Ақтау теңіз жағалауы атты жазғы саяхат серуенінің жұмысымен танысудың сәті түсті. Саяхатта лагерь балалары Жаңаөзеннен Ақтауға дейінгі жол бойында қос қалажайлы деректер тыңдады. Ал Ақтау қаласында жасөспірімдерге облыс орталығы жайлы қызықты әңгімелер айтылды. Балалар биыл ғана бой көтерген Бекет ата облыстық музыкалы драмалық театр, Мәңгілік алау, парк, мәдени ескерткіштер секілді көңіл аударар жерлермен танысты. Одан соң теңіз жағалауындағы карусельдерде демалды. Кешкі аспулдары мен саяхат кезінде тамақтанған олар облыстық балалар үйінің Балдәурен демалыс базасына аяқ тіреді. Онда балалар теңізге шомылып, алған әсерлерін бізбен бөлісті. Бірнеше жерлерде болып демалып жатсыңдар. Теңіздің жағалауына келіп, Балдәурен демалыс базасымен танысып жатсыңдар. Жалпы қандай әсер алдың? Жақсы. Осы Ақтаудан осы алаңға бардық. Және бұрынғы соғыстағы сол мәңгілік алаңына бардық. Және грама концертке алаңына бардық. Және басқа көптеген жерлерге бардық. Мен Жаңаөзеннен нөмір 12-ші орта жаңадан ашылған Гүлдәурен жазғы демалыс лагеріне келдім. Маған осы жазғы Гүлдәурен лагерінде өте ұнады. Онда көптеген жарыстар өттік. Суреттер салып,
калемаля шешкі және асфальт бойына сурет салу жарысын өттік. Және біз Гүлдәурен лагерінен саяхаттадық. Бізді қалалық мешітке, мұражайға және теңізге апарды. Самал желде шалқар көлде демаламыз қайтамыз. Барда оспен әнге салып лагер жырын айтамыз. Барда оспен әнге салып лагер жырын айтамыз. Шайжан айтып күн күлдіріп біз лагерге барамыз. Барда оспен әнге салып лагер жырын айтамыз. Біз барған кезде Балдәурен лагерінде 165 бала дем алуда екен. Оларға 30 қызметкер бас көз болады. Бұдан 5 жыл бұрын қолымызға тиген лагердің көркеюі үшін қолдан келген барыстың басын қайрудамыз. Негізінде қала әкімі Жалғас Бисалыұлы көп қамқорлық көрсетеді, дейді облыстық балалар үйі директоры Дина Сағынаева. Жалпы аңғарғанымыз Балдәурен лагері күйлі қуатты екен. Бір сөзбен айтқанда балаларға бар жағдай жасалынған. Ал енді бүгін мына Жаңаөзенде мектеп қасынан ашылған лагерлер бар. Солардың балалары келіп жатыр бүгін. Соларды қарсы алып жатырмыз. Біздің мына балалар демалып жатқан демалыс орындарда, мына шомылып жүрген пляждарды аралап көріп, спортивті площадкаларымызды аралап көріп, солар енді бар өзіміздің күшімізбен қарсы алып, құшағымызды не істеп, жайып сол балаларды қарсы алып жатырмыз. Биылғы лагерде 1861 ұл-қыз демалуда. Олармен 50-ге жуық тәрбиеші, құтқарушы секілді мамандар қызмет етеді. Ақтаудың Бална лагерінде 110, ал Алматының Лесная сказка, Алма Арасан сауықтыру лагерлерінде 166 бала демалуда, дейді лагер директоры Нәсіп Шәріпқызы. Біздің балалар биылғы жылы Алматы қаласындағы Алма Арасан, Лесная сказка демалыс орындарына барып демалып жатыр. Сонымен қатар өзіміздің Ақтау қаласындағы Бална лагері бар, демалыс орны теңіз жағалауында орналасқан. Осы лагерлермен биылғы оқу жылында келісімшартқа отырып, балдарымыздың жақсы демалуына үлкен жағдай жасалып отыр. Енді осы Алма Арасан және Лесная сказкалердегі ұйымдастырылған лагерлерді өзім барып көрген уақытта риза болғандығым соншалық, балаларымыздың жақсы демалуына үлкен жағдай жасаған екен. Әсіресе саяхатқа шығарып балаларды қаламен таныстыру жағы. Барған балалардың қараған уақытта олар саяхатқа шығып медеуге барады, сонымен қатар Көктөбеге және Мир фантазия дейтін демалыс орындарында балалардың ең жақсы көретін. Театрлардың ішінде Мұхтар Әуезовтің және Ғабит Мүсіреповтің театрларын барып қарап тамашалай алған. Сонымен бірге 28 панфиловшылар паркіне барып, Максим Горький атындағы парктерге барып демалып біздің балдар. Енді мынау Ақтау қаласындағы Бална лагеріне барып, тағы да өзімде барған тексергенімде, бұндағы жетекшілердің ұйымдастырып жатқанына өте ризашылығымды білдіремін. Біздің балдарды сол Ақтау қаласындағы мәдени ошақтардың бәрін аралап, теңіз жағасында өте жақсы демалып, ол жерлерде мұражайлар бар. Ақтау қаласында жаңағы алау оттары бар, соларға жерлерді тамашалап, тағы да жақсы ашылып жатырған автопарк бар. Сол әсіресе балалардың ең жақсы демалып, өздерінің суға түсіп демалып ұйымдастырылған сол жерлерге барып демалатындығын өз көзіммен көріп, балалардың жақсы демалып жатырғандығын тексеріп бақылап отырамыз.